Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомыз құлпынай жемісінің күтімі, немесе құлпынай жемісіне витаминдер тыңайтқыштар беру, яғни тамақтандыру жайлы болады. Енді құлпынай жемісінің бірқатар жемісін жедік, енді тағы да жеміс берейін деп гүлдеп жатыр бұйырса. Енді осындай кездері дер кезінде құлпынайларды тез-тезден тамақтандырып, витаминдер беріп, тыңайтқыштар беріп, тез-тезден тамақтандырып тұруымыз қажет. Енді бүгінгі көрсетейін деп жатқан тыңайтқышымыз және оған қосылатын заттар борная кислота. Бұл борная кислота құлпынай жеміс үшін өте қажет. Бұны енді көктемде салқындау кездері суға езіп жапырақтарына шашқанбыз. Енді бұны бүгін тамырынан береміз борная кислотаны. Бұл енді құлпынайлар үшін өте қажетті элементтердің бірі. Енді бұны сізге дайындап көрсетеміз. Мынау енді кәдімгі гумат. Бұны енді алдын ала дайындап, күннің көзіне қойып, жылы болып, күшті болып, дайын болып тұрыпты. Гуматты да білесіңіз, енді бұл өте жақсы тыңайтқыш. Бұның да енді құрамында жеміске керекті элементтер бар. Енді осы 10 литрге мына борная кислотаны 1-1,5 грамм жобасында қосамыз. Енді бұны борная кислотаны алдын ала дайындап, борная кислотаны бөлек жылы суға дайындап аламыз. Міндетті түрде жылы суға дайындау керек. Енді салқын мұздай суда енді әсер азайып кетуі мүмкін. Жылы суға бөлек дайындаймыз. 1-1,5 грамм жобасында банкеге қосып, жақсылап араластырып, гуматқа қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Мынау енді күл, бұл кәдімгі таза күл, таза шөптің отынның күлі. Енді бұл таза күл болу керек, басқа мынандай пластмасс тағы бірдеңелер болмау керек. Таза күл, мына өзіңіздің бақшаңыздағы бұталар, жапырақтарды өртеп, осындай күлін алсаңыз болады. Енді бұл күл, бұл да енді мына жемістер үшін құрамында өте пайдалы элементтер бар. Бұның құрамында фосфор бар, калий, кальций элементтері жеміс ағаштарына өте қажетті элементтер бар. Және де бұл күл жеміс ағаштарына жаңағыдай әртүрлі ауруларына, солардың алдын алуына, зиянкестерді жоюға да бұның күлдің көмегі тиеді, өздеріңіз білесіңіз. Және екі жағынан да пайдалы. Бір жағынан жаңағыдай аурулардан сақтайды, көмектеседі. Екінші жағынан бұл енді жеміске өте қажетті элементтер құрамында бар. Фосфор, калий, кальций деген сияқты. Бұны енді 200 грамм, 150-200 грамм жобасында 10 литрға қосамыз. Жақсылап араластырамыз, мінекей көріп тұрғаныңдай. Енді мына гуматтың өзінің құрамында да көптеген жаңағыдай гуматтың өзі жақсы тыңайтқыш, оның құрамында да әртүрлі керекті витаминдер бар. Оған жаңағы борная кислотаны қостық, ол да өте қажетті құлпынай үшін. Оған енді күлді қостық. Енді бәрін араластырдық, көріп тұрғаныңыздай өте керемет, өте жеміс ағашқа өте пайдалы тыңайтқыш болды мінекей достар. Енді осыны құлпынайларға құямыз. Мен сіз құлпынайыңызды жаңағыдай жояға былай бөлек-бөлек түп қылып еккен болсаңыз, енді 1 литрдан алып түптеріне құйсаңыз болады. Егер енді мынандай арнайы дайындап, осындай 4 бұрыш қылып, тегіс жерге еккен болсаңыз, соған енді жететіндей қылып жасап алып, осындай қылып, бір шеттен былай тегіс жерге жайлап, бір тегіс қылып құйсаңыз да болады мінекей достар. Мынау енді құлпынай жемісінің керемет күшті болып, сапалы, ірі болып жемістерінің ірі болуына өте жақсы пайдасы тиетін тыңайтқыш достар. Осылай жасап құйсаңыздар болады. Видео ұнаса бір лайк баса кетіңіздер достар. Каналға тіркеліңіздер, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Аман сау болыңыздар.